Söz депутат Ерубаев Серік Сәрсенұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Ақ жол фракциясының депутаттық сауалы көлік министрі Сауранбаевқа. Өңірлерге сапар барысында елдің батысындағы көлік қатынасы жолдарының аса мүшкіл жағдайына тағы да көзіміз жетті. Атап айтқанда, республикалық бюджеттің ірі доноры Атырау облысында 1,1 километр бірінші санаттағы 4 жолақты автомобиль жолы жоқ. Сонымен қатар, Атырау мен Орал қалалары арасындағы логистика стратегиялық маңызға ие екендігі белгілі. Аталған қалалар арасында теміржол ешқашан болмаған. Сондықтан Атырау-Орал автожолы Батыс Қазақстанның негізгі көлік артерияларының бірі болып табылады. Және өзінің функционалдық мақсаты мен қозғалыс қарқындылығы бойынша кемінде 4 жолақты автомобиль жолының параметріне сәйкес болуы тиіс. Алайда, бүгінде 20 жыл бұрын пайдалануға берілген ұзындығы 500 шақырым болатын жолдың тозығы әбден жеткен. Оған 2024 жылғы көктемдегі су тасқыны қосымша өз үлесін қосып, төсемнің бұзылуы, көптеген шұңқырлар мен опырулар пайда болып, жол қозғалысына тұрақты қауіп төндіруде. Тасқыннан кейін зақымдалған жол учаскелерінің кейбір бөліктері осы уақытқа дейін әлі қалпына келтірілмеген. Оның үстіне Атырау-Индер автожолына жөндеу жұмыстары жүргізілуіне байланысты барлық ауыр жүк көліктері аталмыш трассамен жүріп, жол қозғалысына елеулі қосымшама жүктеулі туғызуда. Бұған дейін техника экономикалық негіздеме әзірленіп, Атырау мен Орал қалалары арасындағы заманауи автомагистраль салу жобалар қарастырылған болатын. Алайда, қазіргі уақытта ені 9 метр жолдың орташа жөндеумен шектелу туралы шешім қабылданған. Орташа жөндеудің қолданыстағы нормативтерінің үлкен проблемасы, бұндай жұмыстар жүргізілген кезде уақытша айналма жол салу қарастырылмайтынына назар аудару қажет. Нәтижесінде жөндеу жұмыстары кезінде көлік құралдары дала жолдармен жүруге мәжбүр. Бұл шаң көтеріліп көрудің нашарлауына әкеледі және жол қозғалысының қауіпсіздігіне тікелей қауіп төндіреді. Жүргізушілердің айтуынша, қазіргі кезде трассадағы қозғалыс әсіресе түнгі уақытта және қолайсыз ауа райы жағдайында өте қауіпті. Кейбір учаскелерде жүргізушілер терең шұңқырларды айналып өту үшін қарсы жолаққа шығып, жол көлігінің оқиғаларына тап болуда. Ішкі істер министрлігінің ресми деректері бойынша, бұл учаскеде жыл сайын жол көлік оқиғаларының едәуір саны тіркеліп, оның 81%-на жуығы адам өлімімен аяқталады. 2026 жылдың қаңтарының өзінде осы трассада апат салдарынан қаза болу фактілері тіркеліп үлгерген. Жол саласында тағы бір атап өтетін мәселе жол құрылысында пайдаланатын химиялық материалдар. Қазақстандық жол химиясының өндірушілер мен салалық ғылыми зерттеулер ұйымдары ірі жол жобаларын іске асыру кезінде шетелдік арнайы қоспалар мен манификаторларды қолдану жүйелері мәселесіне назар аударуда. Қазіргі кезде елде жол химиясының отандық өндірісі жолға қойылған. Қазақстанның климаттық және геологиялық жағдайларына бейімделген отандық аналогтарды әзірлеуге және қолдануға мүмкіндік беретін заманауи ғылыми және зертханалық базалар бар. Алайда отандық материалдар көбінесе жобалық сметалық құжаттарға салынбай, іс жүзінде белгісіз себептермен қолданысқа алынбайды. Бұндай жағдай отандық жол химия саласын дамытудың орнына шетелдік өндірісті қолдану болып табылып отыр. Жоғарыда айтылғандарға байланысты Ақ жол фракциясы бірінші, Атырау мен Орал қалалары арасындағы бірінші санатты 4 жолақты автомобиль жолын салу мүмкіндігін қарастыруды. Екінші, орташа жөндеу жобаларда уақытша айналма жолдарының қарастырмауы себептерін түсіндіруді. Үшінші, жол құрылысы мен жөндеу жобалары іске асыру барысында отандық жол химиясы мен материалдарын басымдылықпен пайдалану мүмкіндігін қарастырып, қабылданып жатқан шаралар туралы ақпарат беруді сұрайды. Рахмет. Құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары Ерубаев, Перуашев, Еспаева, Барлыбаев, Иса, Нұралдинов.